Грузия Еуропа құрлығының оңтүстік-шығысында Кавказ тауының оңтүстік бөлігінде орналасқан мемлекет. Құрамына Абхаз және Аджар республикалары енеді. Біз елдің батыс бөлігіндегі Имеретия аймағының әкімшілік орталығы Кутаиси қаласындамыз. Кутаиси маған Тбилисимен қатты ұнап қалды. Армысыз құрметті көрермен, бұл шығарылымда сіз Грузия мемлекеті туралы көресіз. Каналға жазылып лайк басып қойыңыз. Біз Кутаисиге желтоқсан айының басында келдік. Қазақстандық лоукостермен барып қайтуға ұшақ билетін 4 адамға 210 мың теңгеге алдық. Қонақ үйді бір күн бұрын брондадық. Бір тәуліктік құны 35 мың теңгеге шамасында шықты. Мына жерден Кутаиси қаласы алақандағыдай көрінеді екен. Мен сіздерге енді бөлменің ішін көрсетейін. Бөлменің іші жиналмаған, енді адам тұрып жатқаннан кейін. Мына жерде Иман Жүсіп ұйықтайды, мына жерде Айғаным ұйықтайды. Тұрған қара. Мына жақта ваннаның көзді салайын. Душеваясы. Айнасы. Енді мына жақта көрсетейін. Мына жағында холодильник деп бар екен. Су, чай, кофе тегін. Мына жерде кәдімгі Нескафе, Нури деген шайлар. Мына жерде грузин шайы тұр екен. Енді мына жерде даланы. Мына жер ашылмайды екен. Ашылады мына. Бірақ та далаға шыға алмайды екенсің. Далаға шыға алмайсың. Мына жақтан мынандай көрініс әдемі. Біздің қасында терраса. Мына шіркеу мына жерден тура қасынан көрініп тұрады екен. Біз бұл жерде 2 күн болатындықтан қонақ үйдің бағасы 2 күнге 67 мың теңге шықты. Мынау біздің тоқтаған қонақ үйіміз Green Town деп аталады. Шағын ғана қонақ үй, бірақ әдемі жақсы екен. Біздің Айкөнай шаршап шалдығып, анау жердегі ана жақта бара жатыр. Ол жақта шіркеу бар, міне. Міне тиіп тұр. Мынау немене? Үлкен екен. Мына жер жаңа біздің қонақ үйдің терезесінен көрінген Баграти шіркеуі. Бұл шіркеу 1300 жылы Успения Құдай-ананың құрметіне салынған екен. Алайда бұл ғимараттың шатыры мен қоңырауын 1691 жылы түркілер шабуылы кезінде қираған екен. Одан кейін орыстардың шабуылы кезінде толықтай қираған, бірақ осы Михаил Саакашвили президент болып келді ғой бұл жерге. Сол кезде Саакашвилидің бастамасымен бұны қайтадан қалпына келтіріп, реставрация жасап, бұл ғимаратты қайтадан бой көтерткен екен. Содан бері бұл ғимарат осы елдің көрікті жерлерінің бірі, тарихи мекендердің біріне айналып отыр. Қазіргі уақытта туристер жиі келетін орындардың бірі.
Жалпы Кутаиси қаласы ежелгі Колхид мемлекетінің орнында орналасқан, сол елдің астанасы болған. Сондықтан да бұл өте көне қала. Мына жақта әрбір үйдің басында төгіліп құрма өсіп тұрады екен. Міне құрма. Мандарин төгіліп тұр. Или апельсин ба? Мандарин. Апельсин үлкен болады ғой. Мандарин болады. Ай күні мандариндер шығар. Балалар жүрмейміз деп отыр. Мен көшелерді аралап жүрмін, үйлерді көріп. Мына жерде құрма өсіп тұр. Мынандай көше. Тар көшелер. Кішкентай көшелер ұнайды маған. Сіздерге ұнай ма? Тас көшелер. Бізде ондай көше жоқ қой. Осылай жүрген ұнайды. Мен бір байқағаным, маған мынандай пляж, не демалыстар ұнамайды екен. Көшеде осылай жүрген ұнайды. Мына жерде де өсіп тұр құрма. Мына жерде де өсіп тұр құрма. Біз қонақ үйден қаланың орталығына кетіп бара жатырмыз. Жаяу шамамен 15 минуттық жер дейді. Қалаға осылай шығады екен. Міне гранат өсіп тұр. Мына орталық көшелердің бірінде жүрміз. Атын әлі оқыған жоқпын, қандай көше екен. Мына жерде драма театр мына жақта дейді, опера хаус дейді, мына жақта деп көрсетіп тұр. Жалпы грузин ақшасы құнды екен. Доллар міне 2,6 дейді. Қай күні біз келе жатырмыз. Күндіз оживленный екен бұл жақ. Кешкі сағат 9-да кеше шыққан кезде жан баласы көрінеді. Ешке адам жоқ екен. Бұл жақта кітаптардың бәрі грузин тілінде екен. Барлық кітап грузин тілінде. Басқа тілде кітап жоқ. Ағылшын тілінде бір аз-маз кітаптар бар, болды. Орыс тілінде вообще ешқандай кітап жоқ. Мына менің артымда тұрған сонау Колхид мәдениетінен қалған субұрқақ. Колхид субұрқағы деп аталады. Бұл да Саакашвили кезінде реставрация жасалып қалпына келтірілген дүние. Сонау біздің заманымызға дейінгі 1-ші ғасырдан қалған мұра. Қазір жақыннан барып көреміз. Мына менің артында тұрған жолбарыс бейнесіндегі мүсін грузин ақшасының 5 ларинында бейнеленген. Мынау Кутаиси театры екен. Тура фонтанның жанында. Қоғамдық көліктер жүреді екен осындай. Автобустар жақсы екен. Макдональдс бар екен. Кеше бізге таксист айтты, сіздер осы Грузияға келген кезде жергілікті сим картаңызды бір аптаға келсеңіздер, бір аптаға деп, 2 аптаға келсеңіздер, 2 аптаға деп, солай сим карта сатып алсаңыздар, сіздерге тиімді болады. Оның ішінде безлимит телефонмен сөйлесе бересіздер, интернетті безлимит пайдалана бересіздер кеткенше. Солай істеңіздер деп айтты. Сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға, егерде Грузияға келсеңіздер, жергілікті сим картаны байланыс операторларының офистарына келіп сатып алуға болады екен. Кез келген жерде, бірақ біздегідей дүкендерде сатпайды. Багратия шіркеуі мына жерде.
жерде Хинкали орталық бар екен. Грузия мемлекеті де біз сияқты Украинаны қолдайды екен. Слава Украине деп жазылып тұр мына жерде. Хинкалиге кірдік жаңағы, мынандай орындықтар күшті екен. Грузинский стильде. Қазақстаннан келген туристер үшін Грузияда қыдырудың қандай артықшылықтары бар, қалай ойлайсың? Қазақстаннан келген туристерге Грузияда қыдырудың қандай артықшылықтары бар, қандай жер жақсы? Білмейсің ба? Біз әлі химияны өткен жоқ. Ой, то есть дүниежүзі тарихын өткен жоқпыз ғой. Сондай ба. Біз әлі дүниежүзі. Өміржан, айтшы сен. Өміржан, сен айтшы. Қазақстаннан келген туристер үшін Грузияда қыдырудың қандай артықшылықтары бар? Кутайси шығар. Грузияда қыдырудың қандай артықшылықтары бар деймін, Кутайси шығар. Біз Кутайси келдік қой, бүкіл Грузияны аралаған жоқ. Ал Кутайсиді аралады. Қала жақсы қала, шағын. Біз үшін енді бұлардың анандай көшелері, өмір сүру дағдылары, архитектурасы, ландшафты, солар қызық қой. Қазақстаннан келетін туристерге Грузияда қыдырудың қандай артықшылықтары бар деген пікірді, енді менің өзімнің пікірімді айтатын болсам, мен үшін ең ыңғайлы ол билет. Бізде Лоукастер Флайарстан авиакомпаниясы арзан билеттер сатады. Біз өзімізде сол арзан билетпен келдік. Екіншіден, Грузиядағы азық-түлік бағасы, киім бағасы арзан. Азық-түлік бағасы бізбен бірдей деп бізбен шамалас, ал киім бізден арзанырақ болып келеді. Содан кейін бұл жақта қыдырғанның тағы бір тиімді жолы, бұл жақта үлкен кісілердің көп жерлерде орыс тілін түсінеді. Біз де түсінеміз, сондықтан енді бір ортақ тілдеуге де болады. Басқа елге барып, мүлдем ештеңе түсінбей қаласың ғой, кей кезде сондай жағдай болмайды бұл жақта. Міндетті түрде бір адам орысша саған жауап беріп, түсіндіріп, айтып жібереді. Содан кейін тағы бір ерекшелігі, бұл жақ таулы жер болғандықтан, сосын бұлардың мәдениеті бізге мүлдем ұқсамағандықтан, бұл кісілердің мәдениеті бәрі бізге қызық болып келеді. Бізге ұқсамайтындығымен қызық. Содан кейін тағы да қандай ерекшелігі бар? Бұл жақта заң қатал. Күндіз түні кез келген уақытта көшеде қараңғыда жүре бересің, ешкім саған тиіспейді, үйіңді есігіңді жаппай кете берсең болады. Ешкім сенің үйіңді тонамайды, сумкаңды тонамайды, себебі бұл жақта заң қатал. Полиция мықты жұмыс істейді. Сонысымен өте тиімді. Басқа елге барып, мысалы, тоналып қалып, ақшасын жоғалтып алып, құжаттарын жоғалтып алып жатқан адамдар бар ғой. Ал Грузияда ондай мәселемен проблема жоқ. Сол жағынан тиімді деп ойлаймын. Сол мен айтарым. Грузияның пиццасы міне осындай болады екен. Мынау овощной суп. Мынау суп харчо. Айғанның тапсырысы бойынша пицца. Көсеріз қалды ма үшін? Сүйет спалды, кітак. Сырды қара. Пицца деген осындай болу керек қой, сыры өстіп ағылып ату керек қой. Күшті екен пиццасы. İnançlı Hikale'yi ıslık деп отыр. Хинкалиді шетінен істейді, сосын суын сорады, сосын барып
магазинде неше түрлі скидкалар болып жатыр екен, арзан бағада. Мына шапка 14 ақ қылар тұрады. Глобус аха. Мынандай шетіні бар екен, чача шетін. Мына Кутаиси маған Тбилисинен қатты ұнап қалды. Мына мен артында тұрған терезеден ар жағында балалар шуылдап жатыр. Скорее всего, мектеп сияқты. Кәдімгі обычный ғимарат, бірақ мектеп сияқты көрінеді екен. Жалпы Грузияда үлкен буын өкілдері орыс тілін біледі, бірақ жастар мүлдем орысша сөйлей алмайды, ештеңе түсінбейді, білмейді, бірақ ағылшын тілін жақсы біледі. Өздерінің грузин тілінде сөйлейді, болды. Бұлай ағылшынша сұрасаң, ағылшынша біледі. Бірақ орыс тілін мүлдем білмейді. Мына менің артында тұрған Ақ көпір деп аталады. 1850 жылы салынған көпір екен. Осы көпірде болған бір қызықты оқиғаны айтып берейін. Осы көпірдің бойымен Грузиннің атақты режиссері Коте Марджаншвили деген кісі өтіп бара жатқан. Сөйтіп өтіп бара жатқан кезде мына суға бір жігіт күмп етіп түсіп кеткен. Суицид жасамақ болған ғой. Сөйтіп Марджаншвили оны артынан суға түсіп, ол жігітті құтқарып алып шыққан. Сосын онымен сөйлесіп, әңгімелесіп, тамақ алып беріп, сөйтіп сөйлесе келе екеуі танысып, достасып кеткенде, сосын кейін Марджаншвили ол жігітті өзінің киносына түсірген. Сөйтіп Марджаншвилидің киносына түскеннен кейін ол жігіт өте атақты актерлардың біріне айналған. Георгий Шавгулидзе деген грузиннің атақты кино актерларының бірі. Осындай қызықты оқиғалар орын алған Ақ көпірдің бойында. Міне, сондай тарихи оқиғалар көп болған шығар бұл жерде, себебі бұл көпірге 2 ғасырдан артық уақыт болған. Кутаиси өте шағын қала болғанымен өте әдемі, күшті қала екен, бізге ұнап келе жатыр. Не осындай көшелердің бәрі күшті. Шағын, әдемі қала. Достопримечательностьтардың бәрін тез аралап тастайсың, бірақ соның өзінде асықпай жүрсең, әдемі атмосфера сыйлайды.